Бүгін елімізде OU Life музыкалық YouTube жобасының 7-ші маусымы басталды. Оның мақсаты Орталық Азияның талантты музыканттарының танымал болуына көмектесу. Жобаның 7-ші маусымында алғаш рет продюсерлердің бас демеушісі пайда болды. Бұл Қазақстандағы ең инновациялық компания Kaspi.kz. Ұйымдастырушылар мен әншілер мұндай ынтымақтастық қазақстандық музыканы жоғары деңгейге көтеріп, жаңа жұлдыздардың жарқырауына мүмкіндік беретініне сенімді. Музыкалық жобаның түсірілімі туралы тілшіміз баяндайды. Түсірілім алаңында әншілердің дайындығы басталды. Барлығы толқуда. Дәл уақытында грим жасап, киініп, режиссер белгіленген уақытта әнді бастау маңызды. Түсірілім орны Қазақфильм киностудиясының тарихи павильондарының бірі. Бұл OU Life YouTube-тегі музыкалық жоба. Әртістердің акустикалық орындауы, импровизациясы және жаңа аранжировкаларға негізделген. Жобаның мақсаты Қазақстан мен Орталық Азияның музыкасын зерттеп, ілгерілету. Продюсерлер жобадағы әр әншінің талантты екендігін айтады. Егер ол көрерменге ұнаса, сөзсіз сахнада жарқырайды. Мұнда әркімнің өз тарихы бар. OU Life мен үшін ең қымбат, жүрекке жылы проект, себебі OU-да бірінші сезонда мен күйеуіммен таныстым. Оның арқасында менің кішкентай қызым дүниеге келді. Және мен сияқты творчестволық жолға қадам басатын адамдарға өте күшті мүмкіншілік. Продюсерлер 7-ші маусымды Kaspi.kz көмегімен түсіруді шешкендерін айтады. Дәл осы инновациялық компания отандық ауқымды музыкалық жобаның бас серіктесі болды. Kaspi.ге көп рахмет, алғысымды айтқым келіп тұр. Біздің жобада идеология бар. Қазақстандық музыканы дамыту, қазақстандық мәдениетті дамыту, жас әртістерді қолдау, сахнаға шығару дегендей, сондай мақсаттарымызды қолдаған үшін көп рахмет айтқым келеді. Бұл жоба біріншіден таныстырады. Тек қана өз студиясында, өздерінің қалаларында, ауылдарында істеп жатқан адамдар көп. Сол сияқты бізде, менде мысалы өзіміздің студиямызда жүрген адам мені шақырып, бір қолдау көрсетіп жатыр. Сондықтан OU-ға көп рахмет. Негізі қазақша музыка өзінің бағытын тапты деп ойлаймын. Қазір өте көп талантты, өте күшті артистер пайда болып жатыр және бар. Индустрия өсу үшін осындай проекттер керек, жақсы лайв фесттар керек. Kaspi.ның қолдауы арқылы болып жатыр. Қырғызстанның жас жұлдызы Руслан Айдар Қазақфильм студиясына тікелей Бішкектен келді. Ол қазақстандықтарға жас шың әнімен танымал және жатақханадан шыққан миллионерлер сериалында басты рөлдердің бірін сомдады. Такие фестивали они нужны. Мұндай фестивальдер қажет. Шығармашылықты дамыту керек. Өйткені мәдениет пен шығармашылықсыз қоғам дамымайды деп санаймын. OU Life-та продюсерлер жастарға, аңызға айналған әншілерге және қазіргі уақытта танымал жұлдыздарға да жол ашу деген мақсатпен жұмыс істейді. Аңыздардың бірі Нұрлан мен Мұрат. Өте керемет, қайтадан бір басынан бастау деген сияқты нәрсе сияқты, бірақ бізге біргеміз ғой. Халықтың алдына шығып, қолдауды естіген кезде, қол соққандарын көрген кезде, қайтадан бір шынында бір творчествоға бет тұруға, творчествоны ары қарай жалғастырып алып кетуге шабыт алдық. Жалпы OU-ға біздер тек қана даму тілейміз, табыс тілейміз, ары қарай жыл сайын бола берсе екен деген. Тамаша. Ұйымдастырушылар фестивальді Алматы, Астанамен қатар еліміздің барлық аймақтарында өткізуді жоспарлап отыр. Ал 7-ші маусымның эпизодтары әр бейсенбіде 4-ші шілдеден бастап OU Life арнасында шығады.